Астана қаласы, Республика даңғылы 12, Орыс шіркеуі. Здравствуйте. Амансыз. Мына жөндеуді кім жасап жатыр? Акимат па, немесе мына Орыс шіркеуі ме? Оны білмейміз, оны біз туралы не аман, Кімге барам? шіркеудің ішіне кім? Шіркеудің ішіне? Жоқ, сіздер акиматтан келдіңіздер ме, жұмысшыларсыздар ма? Жоқ, жұмысшылармыз. Шіркеу біледі, е? Құрметті қазақ елі, мына Орыс шіркеуіне қарасты ғимарат 3 қабатты. Это уже привычный телефон. А на какие деньги строится вот это все, забор? На какие деньги? Акиматовские? Акиматов когда помогает? Здрасте. Здрасте. На деньги Акимата как оно построится? Это вот ищем помощников. А это рабочие, да? Конечно. Не нанятые Акиматом, а ваши, да? Конечно. Ну, то есть вы со своего фонда платите? Со своего. Не то, что своего фонда. Просим людей. Люди приходят, помогают. Асар. Значит, не фонд акиматовский. Акимат вообще ни при чем. Вот. Мамарандыр. Мында орыстың балалары шоқынуға үйренеді. Воскресная школа. Мына мен үйім. Мына Орыс шіркеуі. Салғаны дұрыс қой. Бірақ та енді білмеймін мен. Өзім жеке басыма Орыс шіркеуі ұнамайды. Мына оң жақтағы гаражды алдырттым. 2 жыл бұрын дабыл таққанмын, айтқанмын. Қазір енді гаражды алып тастады. Республика даңғылы 10, Көлбеу сызық 1. Мына 10-ші мектеп. 10-ші мектеп. Мына жерде Кеңес одағынан бері гараждар болған. Мектептен шығады мына жерде оқушылар. Мына арты гараж болатын. Ер адамдар кіші дәретін сындыратын. Қазір гаражды алып тастады. Кәдімгі ашық алаңқай. Қауіпсіз. Қуысы жоқ.
қақпа. Қуыс жоқ. Балалар үшін қорықпай қоюға да болады. Мен осы үшін қорқатынмын осы жерде көп. 1, 2, 3, 4, 5 гараж тұратын. Қазір осыны алды. Мынау үйдің сол жақ қапталындағы гараж жоқ. Он жақтағы сол воскресная школа. Сол салынып жатыр. Тұрғындардың ақшасына салып жатыр дейді. Жарайды. Сол қазақ елі 2 жыл бұрын, 2,5 жыл бұрын қаққан дабылым осыны жасаса екен дегем. Орнына келді, жасалып жатыр. Сөйтіп орнына бәрі келді. Орысқа пара бергенше бара бер дейді қазақ елі. Сол айта беру керек, түсіре беру керек. Жасалсын осындай жұмыстар. Жақсы қазақ елі.